Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар және қадірменді көрермендер. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған «Тәуелсіздік елімнің ерлік жолы» атты тарихи сұхбатымызды бастаймыз. Кең даладан, бос даладан не пайда, кең далада бостандығың болмаса деп Қадыр ақынның бостандықты жырлауы ата-бабамыздың аңсаған асыл арманы азаттыққа үн қосып, аға ұрпақтың жас ұрпаққа артқан сенімі еді. Сол сенімді бойына патриоттық сезім алаулаған, елім, жерім, қазағым деген бодандық құрсауын бұзуға ұмтылған қара қазақтың қайсар ұл-қыздары асқан ерлікпен ақтап, қарсы келген жауының қаһарын қайтарды. Осындай өжетте батыл, ержүрек ұл-қыздарымыздың арқасында қазақ халқының басына күн шуағын шашқандай бейбіт, жарқын күн туды. Ол күн әрине 16 желтоқсан. 16 желтоқсан бұл ерлік пен өрлік, қайғы мен қасірет мидай араласқан әрі жарқын, әрі қаралы күн еді. Бұл күн Қайрат, Сабира, Ербол, Ләззат сынды жүздеген қыршындардың қанатын қиып түскен озбырлық күні. Ендеше желтоқсанның ызғарындағы боздақтарымызға рухын еске алып, бір сәт үнсіздік жариялайық. Сонымен Ақтаев студиясы тарихи сұхбатымызды бастаймыз. Бүгін бізде қонақта сол бір желтоқсан оқиғасының куәгері ретінде мектебіміздің тарих пәні мұғалімі, педагог зерттеуші, 35 жылдық еңбек өтілі бар аяулы ұстазымыз Гүлайым Шынтасқызы. Гүлайым Шынтасқызы, сізге осы сұхбатымыздың ең алғашқы сұрағын қояйын, рұқсат етсеңіз. Тарихшы ретінде желтоқсан оқиғасына қандай баға берер едіңіз? Және сонымен бірге өзіңіз куә болған оқиғаға тоқталып өтсеңіз. Рахмет, Сандуғаш. Енді сөзімізді бастамастан бұрын мынау біздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесі келіп жатыр. Сол мереке желтоқсанның 25 жылдық мерекесі келіп тұр. Соған байланысты мектеп ұжымы, ұстаздарды, оқушыларды осы мерекемен құттықтаймын. Бұл тәуелсіздік деген ол киелі ұғым. Тәуелсіздік бізге оңайлықпен келген жоқ. Тәуелсіздікті сонау біздің ата-бабаларымыз аңсаған. Мысалға біздер 200 жылдай патшалы Ресейдің 70 жылдан астам уақыт кеңес үкіметінің құрсауында болдық. Анау біздің арға кетпей-ақ Сырым, Исатай мен Махамбет, Есет бастаған, бостандықты аңсаған аталарымыз осы тәуелсіздігімізді аңсап, тәуелсіздігіміз үшін соның жолында мерт болды. Сондықтан да бұл жыл сайынғы 16 желтоқсанда келетін тәуелсіздік мерекесі бұл әрқашанда құрметпенен, жақсылықпенен тойлану керек деп ойлаймын. Енді желтоқсан оқиғасына қандай баға берер едіңіз дегенде, әуел енді бұл желтоқсан оқиғасының басталуы негізі 16 желтоқсан күні таңғы сағат 10-да Қазақстан Компартиясының пленумы болды. Сол пленумда Қазақстанды 25 жыл басқарған Дінмұхамбет Ахметұлы Қонаевты орнынан алып, оның орнына Геннадий Васильевич Колбинді сайлады. Бұл Қазақстан тарихындағы ең қысқа пленум болатын. Себебі бұл пленумның ұзақтығы 18 минутқа созылды. 18 минутқа созылды. Міне осы оқиға желтоқсан оқиғасына негізгі себеп болды деп ойлаймын. Бірақ та бұл себептерінің түп тамыры арғы жағында деп ойлаймыз. Енді желтоқсан оқиғасына қандай баға берер едіңіз деген сұраққа, біз енді желтоқсан оқиғасы бұл қазақ жастарының сол кезеңдегі ел билеушілеріне наразылығы, себебі халықтың әлеуметтік, экономикалық жағдайының нашарлауы, қазақ мектептерінің жабылуы, қазақ баспасөзінің таралу аймағының тарылымы, біздің салт дәстүрімізді
таптауы деп те айтуға болады осы кеңес үкіметінің шараларының бірі. Міне осының барлығы қазақ халқын ашындырды. Соның үстіне міне жаңағы қазақ жеріне Ульяновскінің партия комитетінің секретары Колбинді тағайындауы бұл қазақ жастарының бас көтеруіне алып келді деп ойлаймын. Енді бұл желтоқсан оқиғасында қазақ жастарының айттым ғой жаңа, бұл тек қана наразылық митингісі. Бұл орыс халқына, басқа бұл ұлтқа арналған жоқ. Бұл тек негізі сол кезеңдегі ел билеушілерінің саясатына қарсы наразылық митингісі болды. Ал енді екінші сұрағымызға көшетін болсақ, сізді сол уақытта қандай жайт толғандырды? Енді бұл сұраққа жауап беру үшін енді біз деп бастай берейін. Біз сол кезеңде, яғни 1982-87 жылдардың аралығында Алматы қаласындағы қазақтың 1928 жылы ашылған ең алғашқы педагогикалық институтының түлектері болдық. Соңғы курсында оқыдық біздер. Біз бәріміз де 22-23-тегі жаспыз, жалындаған деп айтуға болады. Болашақ маманбыз. Біз бірақ сол кезеңде бізде саясаттан ешқандай да хабарымыз болған жоқ. Бірақ та бізді сол кезеңде бір толғандырған нәрсе, жаңағы ойландырған нәрсе, бәрімізді ашындырып, бәрімізді сол Брежнев атындағы алаңға жинаған нәрсе, оқиға ол біздің сол елбасымыздың орын алмасуы. Яғни неге басқа бір адамды сайлағанша, неге өз жеріміздің азаматы неге ел басқармайды деген оймен ғана барылды қазақ жастарының ойы. Осы нәрсе барлығына түрткі болды. Осы нәрсе, Тәуелсіз мемлекет болуға шырылдап, жанын қиған ағаларымыздың сол кездегі оқиғасымен байланысты желтоқсан желі әнін сізге мектебіміздің жас маманы, жаңа маманы өз аспабымен орындап берсе. Рахмет. Желтоқсан бірде, ел тосқан түрде, киметінде шайдарына, сол жылы күні әдеттен жырақ, көңілге шығар айларына. Тоңдырға мені, тоңдырға сені, желтоқсан желі ызғарлы. Жоғалтып нуын, аралда суын тауысты. Аңырап мекен, аңырап өткен, өрістер өтен ауысты. Оңдырдай мені, оңдырдай сені, желтоқсан желі ызғарлы. Желтоқсан желі Ал енді осындай әннен кейін сізге соңғы сұрағымды қояйын. 1991 жылдан бері жеке өміріңіз, өз басыңызға қатысты ең маңызды өзгеріс деп нені айтатын едіңіз? Енді өзгеріс 30 жылда, енді 50 жылда ел жаңа деп айтады ғой қазақта. Жалпы енді 30 жылда көптеген өзгеріс болды. Мысалға, енді сол өзгерістердің бастаушысы мен 1987 жылы жаңағы аталған қазақ педагогикалық Абай атындағы институтты бітіріп, өзімнің ауылыма Ақтөбе облысы Шалқар ауданы, оның ішінде Сарбұлақ орталау мектебіне жолдамамен жұмысқа бардым. Сол жерде жұмыс жасадым. Сол жерде жұмыс жасап жүргенімде бір күні жаңағы сабақта тұрсам директор есікті қағып кіріп, сізге адамдар келіп тұр дейді. Сөйтсем түрі Әбіржол екен, жаңа ағамыздың, директордың. Содан балаларға тапсырманы бердім де шықтым. Директордың кабинетіне кірдім.
директордың кабинетіне кірсем, екі кісі отыр екен. Енді ол кезеңде жігіт деп айтуға болады ма білмеймін, әйтеуір солар жаңағы өздерінің ұлттық қауіпсіздік комитетінен, яғни сол кезеңде КГБ деп аталынады, соның адамдарымыз деп айтты, ат жөндерін айтты. Жаңа оқиғаға байланысты. Иә, содан ойлап қалдым да, олардың КГБ дегеннен ақ уже біртүрлі болып кеттім. Содан жаңағы ол кезеңде енді отбасылы болдым, отбасы болғаннан кейін аяғым ауыр болатын. Сонымен мені отырғаннан кейін ойпырмой енді сұрақтарды үйді екеуі кезек-кезек. Біреу облыстан келген, біреу қаладан келген. Біреу Шалқар қаласынан, біреу Ақтөбе қаласының несі екен, қауіпсіздік комитетінде жұмыс жасайтын азаматтар екен. Олар жаңағы. Сондағы қойған бірінші сұрағы, сол 16-17 желтоқсанда сіз қайда болдыңыз? Сіздің аудиторияда мынандай мұғалімдер мынандай әңгіме айтыпты, сіздер соны қоштапсыздар, сіздер сонда барғансыңдар деп, ол барлығын бізге, маған енді сол күнгі, 2 күнгі оқиғаның бәрін алдыма жайып салды. Содан мен ойланып қалдым, не деймін? Сонымен қолымда папкасы бар, сол папкасының сыртында әлі күнге дейін көз алдымда Шалқар қаласы, Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы, Жанғалиева Гүлайым Шынтасқызы деп жазылып отыр екен. Сонда ананың ішінде мен туралы бүкіл дерек бар, мәліметтер бар екен. Сосын мен айттым, біздер айтып отырмын ғой, енді мен отбасылы болдым, аяғым ауыр, сондықтан да бәрінен де бас тартуға тура келді. Себебі өзім үшін, отбасым үшін, болашақ туылмаған нәрестем үшін мен бас тарттым. Мен барған жоқпын, бірақ енді ондай мәселе айтылды ма, айтылмады ма, есімде жоқтар. Бізде негізінен біз сол елуімізде жаңағы алаңға бардық, бірақ кейін бізге ескертілді. Сіздер саяси жағынан, тарихшы маман болғаннан кейін, саяси жағынан жетілгенбіз біздер. Сондықтан да сіздер барлық жерде сіз осы әңгімені бас тартуға тура келеді. Әйтпесе сіздер барлығынан айырыласыз деп бізге тапсырманы солай беріп жіберді. Сондықтан да біздер бас тартуыма тура келді. Содан олар жақсы деп маған осы 2 адамның келгені жөнінде, менен жаңа жауап алған жөнінде ондай оқиға болған жоқ деп қолхат беріп, қолхат жазып, соған қол қойғызып алды. Сонда мен сол оқиғада 87 жыл сол жерде жұмыс істеп тұрмын ғой. Соны тәуелсіздік алғанға дейін мен жанымдағы жолдасыма да айтқан жоқпын. Қорыққаным соншалық. Кейін барып, келіп, олардың тексеріп жүргізген, оны бірде-біреуін айтқан жоқпын. Кейін барып айттым. Сонда енді оны кім қалай түсінеді, оны өзі ойлайды. Мен енді айттым, сол кезеңде өзім үшін, отбасым үшін, балам үшін мен сондайға бардым деп. Енді 35 жыл, содан бері 35 жыл менен уақыт өтті. Тарих пәнінің мұғалімімін. Әйтеуір әрбір 16 желтоқсан келген сайын осы менің мектебім, ұжымым, әкімшілік барлығы мені марапаттап, жоғары көтереді. Бұл да мен үшін мақтаныш. Менің өзімнің ойым Ербол, Ләззат, Сәбира сияқты ерлік көрсетпесем де, сонау 8500 адам ұсталып, түрмеге қамалып, оқудан шықты ғой. Міне солардың қатарында болмасам да, мен солардың еңбегін, солардың ерлігін, өзімнің көзбен көрген оқиғамды айтып беру, дәріптеу, бұл мен үшін үлкен мақтаныш. Одан кейінгі бір мақтанарлықтай дүние, ол мынау желтоқсан оқиғасының 25 жылдығына байланысты естелік медаль шықты. Міне сол естелік медальды 25 жылдығына байланысты желтоқсанның сол медальды сол курстағы 50 студенттің арасында тек қана Семей қаласында Арман, сосын Армангүл деген қызымыз, содан кейін Ақтөбе облысынан мен алдым. Бұл да мен үшін мақтаныш деп айта аламын, естелік медаліміз. Енді қазір сол біздің батыр аға-апаларымыздың арқасында, сіздердің арқаларыңызда қазір бейбіт өмір сүріп, мектебімізде қоңырау соғылып, бейбіт өмірде өмір сүріп жатырмыз. Барлығына рахмет көп. Және мынау жаңағы 90 жылдық
Мектебіміздің аты 90 жылдығымызға арналған. Мынау сіз класс жетекші Иә, болдыңыз ба? мен класс жетекші, осы мектепке келгендегі алғаш шығарған класс. Не? Қазір де жүрмісіз. Осындай суреттеріңіз. Және сізге қазағымыздың дәмінен ауыз тиіңіз деп міне ірімшік, женькар, Мәссаған. Ақтөбе студиясының атынан Рахмет. хан құрт деген бізде Ақтөбеде бар. Қазақтың дәмінен ауыз тиіңіз осылай алдыңызда жарқырап жүре беріңіз. Алда қайта сұхбат алайық сізден. Алдағы уақытта еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен бірге болған Ақтөбе студиясы Гүлайым Шынтасқызымен сұхбат.